Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай өте дәмді, нәзік сметаник пирогын пісіретін боламыз. Осы рецептпен тапсырыс қабылдап, өз табысыңызды тауып отырсаңыз да болады. Сондықтан менің де еңбегімді бағалап, арнама подписаться батырмасын басып, лайк белгісін басып және комментарийға өз ойыңызды немесе өзіңіздің рецептеріңізбен бөлісе кетсеңіз болады. Ал енді бисмилля деп жұмысымызды бастайық. Ең алдымен 220 грамм ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз және үстіне 1 шай қасық көпсіткішімізді, яғни разделгішімізді қосып, құрғақ ингредиентті жақсылап араластырып алатын боламыз. Келесі кезекте бөлме температурасында тұрған 100 грамм сары майды осылай ұнымызға араластырып алатын боламыз. Ал енді жұмыртқамызды ақ уызын және сары уызын бөліп аламыз. Бұл рецепт үшін бізге 2 жұмыртқа керек болады. Сары уызын біз тестаға пайдаланамыз, ал ақ уызын біз начинкасына пайдаланатын боламыз. Сондықтан 2 жұмыртқаның сарысына 1 ас қасық толтырып су құйып және 60 грамм қантымызды құйып, жақсылап сұйық ингредиенттерді араластырып алатын боламыз. Қантымыз толықтай еріп болған соң, сұйық ингредиентімізді жаңағы ұн мен сары май араластырған қоспамызға қосып, қамыр илейтін боламыз. Сонда біздің қамырымыз жұмсақ болып иленіп, жұмсақ болып піседі. Енді осы дайын болған қамырымызды өте жұмсақ болған екен, бізге жаюға ыңғайсыз болады. Сол себептен тоңазытқышқа 15-20 минутқа қамырымызды қойып алатын боламыз. Ал енді біз сметаник пирогының начинкасын дайындайық. Ол үшін бізге ең алдымен 400 грамм қаймақ керек болады. Қаймақтың пайызы 20% және 25% аралығында болса жақсы. Осы қаймақтың үстіне енді біз 100 грамм қойылтылған сүт, яғни сгущенканы құйып жақсылап араластырып алатын боламыз. Ал енді біз жаңағы 2 жұмыртқаны ақ уызына 60 грамм қантымызды қосып, жақсылап миксердің көмегімен ақ көбік болғанша араластырып алатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай ақ уыздарыңыз дәл осылай көпіріп, ақ-бақ болып өзінің көлемін ұлғайту керек. Енді осыны дайындап жатқан қоспамызға қосып, жақсылап араластырып аламыз және де осы начинкамызға 20 грамм ұнымызды қосып, жақсылап біркелкі болғанға дейін, іртікі кеткенге дейін араластырып алатын боламыз. Енді өзіңіздің қалауыңыз бойынша формаңызды алып, мендегі пайдаланып жатқан форма 24 дециметрлі форма. Енді тоңазытқыштағы қамырымызды алып, осылай тегістеп қамырымызды жайып алатын боламыз. Ендігі кезекте тоңазытқышта тұрған қамырымызды алып, осылай формамыздың ішіне тегістеп жайып алатын боламыз. Мен пайдаланып жатқан форманың көлемі 24 дециметр және видеода көріп тұрғандарыңыздай дайын болған қамырыңызды осы шеттерін шанышқының көмегімен тегістеп шықсаңыздар болады. Енді үстіне начинкамызды қоямыз және де шеттігі бөліктегі қамыры тым жоғары болатын болса, шанышқының көмегімен видеода реттеп жіберсеңіздер болады.
Мен енді қатырылған малина жемісімен безендіргім келіп тұр. Ол үшін қатырылған малина жемісін осындай ыдысқа салып алып, 1 шай қасық жүгері крахмалымен араластырып алып салуымыз керек. Себебі қатырылған жеміс болғандықтан кішкене суы шығып еруі мүмкін. Сондықтан пирогымызға кері әсер тигізбес үшін жүгері крахмалымен құрғатып аламыз. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Байқасаңыздар, пештен шыққан уақытында өте қатты көтеріліп тұрған, бірақ сосын бөлме температурасы суығаннан кейін кішкене осылай басылды. Міндетті түрде формасына суығаннан кейін шешу керек және тоңазғышта 1-2 сағатқа қойып қойсаңыз, сметаник пирогыңыз өте дәмді болып дайын болады. Қыздар, дәл осы рецептпен тапсырыс қабылдап, өз табысыңызды тауып отырсаңыз да болады. Сондықтан менің де еңбегімді бағалап, арнама подписаться батырмасын басып, лайк белгісін басып және комментарийға өз ойыңызды немесе өзіңіздің рецептеріңізбен бөлісе кетсеңіз болады.